Қорқынышты әңгіме. Екінші бөлім. Балаға ғашық кемпір. Боқан шалдың үйінде болған іс маған қатты әсер етті. Бұрын ауыл адамдарының бәрі тамаша, ақ көңіл, ақ жүрек адамдар сияқты көрінетін. Сөйтсем, неше түрлі сұмдықтар болып жатады екен ғой мұнда. Арада 2 күн өткенде, түнгі кездесуде мен осы жайында Еспергенге айтқанымда, ол маған: "Сен білмейсің ғой, ақ қайнарда неше түрлі құлақ естімеген сойқандар болып жатады" деген. Егер мен жазушы болсам, жұрт қырылып оқитын керемет қызықты кітаптар жазар едім. Атасы мен келіні ойнас жасағанда қызық болып па дедім таңырқап. Неге қызық емес? Қазір адамдар махаббат қызық мол жылдардағы Ербол мен Меңтайдың пәк махаббаты дегенге сенбейді. Оның бәрі ойдан шығарылған ертегі дейді. Өмірде бәрі басқаша болады. Махаббат деген сонда болмай ма бұл өмірде? Ал өзіңіз де ғашық болған жоқсыз ба? Мен жастық пен ақымақтық жасадым. Кейін көзім ашылды. Мен сонша ғашық болған қыздың кейін не істегенін білесің бе деді ол маған таңырқап қарап. Не істепті? Ол салдақы балалармен кеуін тастап, курортқа барғанда танысқан дөке бастыққа тиіп алыпты. Әлгі бастықта сұлу келіншекке қатты қызығып, әйел мен балаларын қаңғытып тастап кеткен. Бірақ та олардың бағы сол күйі ашылмады. Біреулерге берешек болып қалған ба, рекет дегендер ғашығымның күйеуін өлтіріп кетіпті. Сөйтіп, ол қартайған шағында жападан жалғыз қалды. Мұның бәрін қайдан білесіз деймін таңырқап. Ау, менің бар шаруам ауыл кезіп, жұрттың өсек аяңын тыңдау емес пе? Солардан естідім. Жалпы, әйел дегендерге еш сенім жоқ. Оларда ұятта, арда болмайды. Неге бұлай дейсіз? Жақсы қыздар, келіншектер бар емес пе өмірде деді мен оған келіспей. Мен саған бір қызықты көрсетейін. Содан кейін сөйлесерміз бұл жайында. Осыны айтқан ол, қане, ер соңынан деп көкке көтеріліп самғай жөнелді. Екеуміз қалқи ұшып, Күләнда деген жалғыз өз тұратын жесір кемпірдің үйіне келдік. Қызығы сол, кемпір жататын бөлмеде диванда қалғып отыр. Свет жанып тұр. Төсек салынулы. Бір қыдырау уақыт өтті. Бір кезде сықырлап сыртқы есік ашылды. Ұшып тұрған кемпір дәлізге шықты. Есік ашып үйге кірген, үстінде күртешесі бар көрші тұратын 8-ші сыныпта оқитын Ермек деген бала екен. Не болды? Сені күтіп таң атқанша көз ілмедім ғой деген кемпір күртесін шешкен боз баланы бас салды. Құшақтап жабысып, ернін сүйіп аймалап өліп өшіп барады. Содан екеуі құшақтасқан қалпы төрдегі бөлмедегі салулы төсекке келіп жатты. Ермектің қимылы Боқан шал сияқты тегеурінді болмаса да, керісінше кемпір оны аймалап сүйіп, аңқылдай ма, ыңырси ма, өліп өшіп жатыр. Болаттың үйінен тамашалаған шетелдік киноны көріп отырғандай, олардың мына әрекеттеріне қарап мен тұрып қалдым. Шаруасын аяқтаған боз бала кемпірдің үстінен түсті. Бірақ Күләнда кемпірдің мауығы басылмаған сияқты. Оны құшағынан шығармай, аймалап сүйіп әлек. Өзімнен 2 сынып төмен оқитын баланы дәл осындай іске барады деп ойламаған маған мынау жағдай қатты әсер етті. 60-тан асқан кемек кемпірмен сүйіскені жеркенішті ақ. Есперген айтқандай, шынында да ауылдың мен білмейтін көлеңкелі сыры көп екен ау. Көрдің бе деді Есперген маған масаттана қарап. Махаббат деген болады дегенге сенесің бе осыдан кейін енді? Бұның бәрі жай құмарлық қой. Шын махаббат деген басқа деймін мен де беріспей. Махаббат деген бір-біріне күйіп жанып ғашық болу. Қыз Жібек пен Төлеген, Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу сияқты дейсің ғой сонда. Иә, шын махаббат деген мына өмірде болады деді мен де нық сеніммен. Мен саған қарағанда көпті көрген адаммын. Бірақ бір-біріне өлерде ғашық болып, көрмесе тұра алмайтын жанды кездестірмеппін. Мен оған өзімнің уәждерімді айтып, шын махаббаттың болатын дәлелдеуге тырысып беріспей жатырмын. Мұны айтқандарыңа қарағанда, сен өзің біреуге ғашықсың ау деймін деді Есперген бір кезде. Мұнан естігенде ұрлығым ашып қалғандай қатты ыңғайсызданып қалдым. Дәл үстінен түстім. Білем. Кімге ғашықсың? Жасырма. Мен бәрібір тірі жанға айта алмаймын. Елесі әруақтан ыңғайсызданып қайтемін. Бәрібір ешкімге айтпайды ғой деген оймен Күнсұлу қызға дедім. Танымайды екенмін. Кімнің қызы болады? Темірбектің қызы. Темірбек дейсің бе? Оның үлкен қызы ма сонда? Иә.
неге екен белгісіз. Сол-ақ екен әруақ елес қарқылдап күлсін. Ішегі түйілгенде күлкіге қарық болған ол, Күнсұлу деймісің дейді де мәз болады. Не болды? Айтсаңшы демей мен оның мынасына таң қалып. Темірбектің қызы деген ол, уақыт келгенде саған қызықтың өкесін көрсетемін деп, онан сайын мәз болды. Оның мұны не себепті айтқанын түсінбегенмен, жападан жалғыз жүрген елес әруақтың жайсандырақ шығар деп мән бермегенмін. Махаббатпен қоштасу. Арада бірнеше күн өтті. Есберген маған бір күні, жүр, саған қызық көрсетейін деді. Оның қызықтары көңіліме онша ұнамай қойса да, немге деді. Барсам барайын деп ойладым. Түн ортасынан ауған кез. Екеуміз Темірбектің үйіне келдік. Күнсұлу туралы ойлауым мұң екен. Жүрегім атқақтай соға жөнелді. Тәнім үйде қалса да, қызығы сол, елес тәнімнің жүрегі де атқақтай соғатын сияқты. Ауыздағы бөлмеде еденге салынған төсекте бірнеше бала ұйықтап жатыр. Есберген мені ішкі бөлмеге бастады. Ондағы көрініс мен үшін көктен найзағай түскенде күтпеген жай болды. Едендегі көрпешесінде құшақтар айқасқан екеу жатыр. Қыздың жалаңаш сандары жарқырап көрініп тұр. Бетін еркектің омырауына тығып алған оның кім екенін алғашында біле алмасам да, бір сұмдықтың боларын сезгендей сабырсыз күйге түстім. Бір кезде қимыл шатқан екеуге жан бітті. Алдымен еркек құшағындағы қызды шалқасынан салып, үстіне шықты. Содан соң бірден шаруасына кірісіп кетті. Шалқасынан жатқан қыздың жүзіне көзім түскен сәт, жүрегім шымырлап, бойымды белгісіз бір сезім билеп алды. Еркектің мойнынан қапсыра құшақтап, көзін ашып аспанға қадала қараған қыз Күнсұлудың өзі еді. Тән ләззатына балқынған ол бір кезде шыдай алмай ыңырси бастады. Еркектің қимылы дәдеп, бар дүниені ұмытқан екеуі рахат дүниесінде қалқып жүзіп жүргендей, өз көзіме өзім сенбегендей аңырайып қарап мен тұрмын. Қалай екен дегендей, Есберген маған айызы ғана қарап жымың-жымың етеді. Көрдің бе? Ғашығының не істеп жатқанын қара, дей салды шыдай алмай. Тілімді тістеп үнсіз тұрмын. Не деймін? Қыз-келіншектердің арасында да жан дүниесі таза, адалдары болады деп бет бақтырмаған басым, мынаған не өж айтатынымды білмей тілімді тістеп, іштей мүжіліп отырдым. Шаруасын бітірген еркек қыздың үстінен түсті де жантайып жата қалды. Сол кезде ғана оның жүзін көрдім. 40-тан асқан, бала шағасы бар. Математикадан сабақ беретін Айболат аға екен. Сол-ақ екен жүрегім сұмдық құлазып сала берді. Сол сәтте алғашқы, бәлкім соңғы болар, ақ махаббатымен мәңгіге қоштастым. Менің аруға балаған қызым балалы шағалы еркекпен ашына болып, нәпсінің құлына айналған ойнас құмарғатын болып шықты. Есберген онсыз да жаралы жанымды одан әрі ғажап, махаббат дегенге енді сенесің бе дейді қылжықтап. Оған не деп жауап берерімді білмей, үнсіз жүрегімді жегдей жеген өкінішті ойдың жетегінде еремін. Бұрын мен де сенің жағдайыңды басымнан кешкем. Аруға балағаным көрінгенге көз сүзгіш салдақы болып шықты. Сол үшін жас өмірімді құрбан еттім ғой. Енді өкінгеннен не пайда дейді, бір кезде ол күйінішін жасыра алмай көкірегін жара күрсініп. Сол түнді мен ұйқысыз өткіздім. Таңертең сабақта сыптай киініп, сызылып жүрген Күнсұлудың жүзіне қарай алмай, түндегі сұмдықты өзім жасағандай ыңғайсыз күйге түстім. 3-ші сабақ математика сабағы болатын. Айболат аға ештеңе болмағандай тақтада сабақ түсіндіріп тұр. Сол сәтте шыдай алмай Күнсұлуға қараған едім. Ол баяғыша сызылып, түк болмағандай төмен қарап отыр. Түріне қарасаң құдды күнәсіз, пәк, нәзік жандару екендігіне қапысыз сенгендейсің. Сол сәт көз алдыма екі көзін аспанға қадап, құмарлықпен түрі бұзылып кеткен түндегі бейнесі келе қалды. Құлағыма ыңырсыған үні естілгендей. Жүрегім сұмдықсыздап сала берді. Белгісіз сезім бойымды өртеп барады. Бәлкім бұл қызғаныш па, әлде жиіркеніш пе білмеймін. Жердегі тамұқ. Осы оқиғадан кейін мен енді Есбергенге еріп ақ қайнардағы қызықтарды көрмейтін болдым. Есбергенге қызықты көрінгенмен, маған ол жиіркеніш туғызатын жаман нәрсе сияқты сезілді. Ар-ұяттан жұрдай болып айырылған, нәпсінің құлы болған адамдардың арсыздығы да қызық болып па? Бірде мен Есбергенге ұзақ жылдар бойы елес әруақ болып жүру қаншалықты қиын, немесе қызық екен деген сауал қойдым. Бір қарағанда оның өмірі уайым қайғысыз, тып-тыныш өтіп жатқанда әсер қалдыратын. Тамақтың, ұйқының, үй-жайдың,
жұмыс істеудің еш қажеті жоқ. Елес аруақ ешқашан ауырмайды, қартаймайды және өлмейді. Рахат емес пе? Мен осы ойымды айтқанда ол көкірек жара ауыра күрсінді. Сен білмейсің ғой, менің өмірімнің қандай ауыр екен деді содан кейін. Ең ауыр қиындық бұл жалғыздық екен. Мен айналадағы адамдарды көріп естимін, ал олар менің бар жоғымды да білмейді. Сен кездескелі ғана іштегі шерімді тарқатып, біршама жеңілдеп қалдым. Содан кейінгі қиындық емес ау, нағыз азап. Бұл елестен әкелген қолайсыздықтар. Мысалы, мен кейде қатты тоңамын, әсіресе қыстың күндері. Ал жылынайын десем жылына алмаймын. Тісіме тимей қалшылдап кетемін. Үйге кіріп, тіпті пештің ішіне түсіп кетсем де жылына алмаймын. Кейде керісінше, жаздың қапырықтарында қатты ыстықтап шөл қысады. Таңдайым теу, ыстықтан басым айналады. Бірақ салқындайды. Су ішіп те шөлімді баса алмаймын. Құдықтың ішіндегі суға түсіп кетіп те көрдім. Бірақ онан ешқандай қайран болмады. Кейде қарным ашып, ішің шұрқырайды келіп. Тамақ ішкің келсе іше алмайсың. Жұрттың үйіне барып, дастарханға қойған тамақтарына қолын созып жегім келеді. Бірақ елестеннің қолына ештеңе ілікпейді. Жасыратын не бар? Ауыл адамдарының түрлі әрекеттерін көре жүре, кейде нәпсінің жетегіне еріп, қыз-келіншектермен жақындасқың да келеді. Бірақ ona не пайда? Елестенде нәпсіні қанағаттандырар еш мүмкіндік жоқ. Шынымды айтсам, өлгеннен кейінгі өмірім осындай азаппен өтіп келеді. Кейде жанымды қоярға жер таппай қатты қиналамын. Сондайларда, молаларда тыныш жатқан өліктерге өлердей қызығамын. Неге ғана өзіме қол салдым? Неге ақымақтыққа бардым деп, өзегім өкінішпен өртенеді. Бірақ моладағы адамдардың не істеп жатқанын сен білмейсің ғой деймін мен. Бәлкім оларды азап тартып жатқан шығар. Мүмкін. Бірақ олар әйтеуір молаларынан шыға алмайды. Ешкімге зияны жоқ. Тірі адамдардың өздері туралы не айтып жатқан? Ауылдастарының арасындағы естір құлаққа ер сарсыздықтарды олар енді білмейді және көрмейді. Мен Есбергенді сол сәтте қатты аяп кеттім. Елес аруақ болып жападан жалғыз жүру оңай деймісің? Бәлкім, бұның да бір соңы болатын шығар. Осы ойымды айтқанда, ол маған білмеймін. Мүмкін менде күндердің бір күні моладағы аруақтарға қосылармын деді. Сол әңгімеден кейін Есберген мен ауылдың қызықтарын тамашалауға шақырмайтын болды. Екеуміз жай әжі-күжік әңгіме дүкен құрамыз. Ауылдағы болып жатқан жаңалықтарды ол онсыз да үйлерді аралап жүріп, көріп естіп біледі екен. Сондықтан ондайларды ауызға оншала қоймаймыз. Ол менен негізінен елдегі, әлемдегі болып жатқан жаңалықтарды естіп білгісі келеді. Екінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.